Бисмилля, ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын, алдарыңызда дәрігер Рамадан Жарқынбекұлы. Кеше, яғни наурыздың 24-ші күні Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеме жариялап, екі қазақстандық азамат коронавирус жұқтырған екі азаматтың, екі науқастың емделіп жазылғанын мәлімдеді. Спутник Қазақстанның жазуынша олар бүгін үйлеріне қайту керек болған. Енді біз бүгін осы тақырыпқа бір тоқталып кетуді жөн көрдік, иншалла. Осыдан бір айға жуық уақыт бұрын, яғни ақпанның 27-ші күні Қытайдың Жаңсу провинциясына қарасты Шүру қаласының тұрғыны осы аурумен ауырған, коронавирусты жұқтырып ауырып, одан кейін сол нақты диагноз қойылғаннан кейін сол ауруханада 15 күндей емделіп, сонымен сауықты деп шыққан. Денесінен бұл вирус жойылды, емделіп жазылып деп шыққаннан кейін, больницадан шыққаннан кейін үйіне 14 күн карантинде болып тағы да. Одан кейін тағы да 4 күн өткеннен кейін, яғни 18 күн өткеннен кейін 19-ші күні бұл ауру өзі тағы да жүрегінде бір алаңдаушылық, қорқыныш сезімі болып, өзінің толыққанды жазылғанына сене алмай, қайтадан барып тексеруге барған больницаға. Нәтижесінде қанынан сол коронавирустың бар екендігі анықталған. Демек, бұл нені білдірсек, емделіп жазылды деп шыққан ауру қайтадан қайталанды деген тұжырымға келіп тоқтайды. Бұндай жағдайлар Қытайда өте көп болған. Бұған дейін Жаңсу провинциясынан сырт Сычуань өлкесі, Сычуань провинциясы, Гуандун провинциясы сынды сол өлкелерде осылай ауру қайтадан денесінде вирус байқалып, сондай мәліметтер көп жарияланды Қытайда. Енді осыған байланысты Қытайдың осы вирусқа қатысты авторитарлық маманы Джун Наншанның пікірінше, бұл ауру бұл адамның сыртқа шыққаннан кейін қайта жұқтырған болуы мүмкін дегенді айтты. Немесе денесіндегі вирустың тазалануы толыққанды болмай, нуклеин қышқылдарының бір бөлшектері қалып қойғаннан кейін қанда тексергенде қайтадан сол шыққан болу керек деген пікірлерді айтты. Сонымен қатар осы нуклеин қышқылын тексеретін аппараттардың сезімталдығының төмен болуы, одан кейін бұл енді осыған қатысты тексерулерді көбінесе мұрын мен жұтқыншақ кеңірдектегі тамақтағы вирус тұратын сол өлім шығатын сілекейлерден тексеретін болғандықтан, енді ауру жазылған кезде адам денесінде вирустың сақталуы әр дененің әр бөлімінде вирустың мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бәлкім жаңағы науқастың больницадан шығатын кезінде сол мұрын мен тамағындағы сілекейлердегі вирустың мөлшері аз болу керек, ал басқа шегінде мысалға сол сияқты басқа ағзаларда вирустың мөлшері одан көбірек. Сондықтан анау аз жеріндегі вирустың мөлшері бүкіл денедегі нақтылы бір вирустың дәрежесін білдіре алмайды. Сондықтан ол теріс болып көрініп, ауру жазылған болып, сондай бір өтірік сипаттағы вирустың денеден жоғалу деген сияқты сондай қателіктер кеткен болуы мүмкін деген пікірді айтты. Осыған байланысты Берлиннің Шаверет медициналық институтының маманы Кристианда, егерде бұл вирус адамға жұққаннан кейін адам денесінде міндетті түрде антибоди, ауруға қарсы иммунитет шарша белок деген сондай бір қосылыс пайда болу керек. Ол сол ауруға қарсы келесі жолы ауру келгенде ол сол міндетті түрде таниттағы оған қарсы өзі қозғалыс әрекеттерін, қарсы тұру әрекеттерін жасайды. Ал енді жаңағы ауруға келетін болса, оның денесінде ол толыққан қалыптаспаған болу керек деген сияқты пікірлерді ол да толықтап қосымша айта кетті. Сонымен қатар осыған байланысты Қытайдың мамандары осы коронавирусты жануарларға сынақ жасаған, соның ішінде маймылдарға сынақ жасаған, маймылдың денесіне вирусты жіберген, бірінші рет жібергенде денесінде кейінтіндеп барып, сол вирусқа қарсы шарша белок, иммунитет шарша белок қалыптасқан, ал екінші рет қайтадан көп мөлшерде сол вирус жұқтырған кезде денесіне жұғымдалмаған бұл вирус. Енді
олардың айтпақшысы, ол бұдан шығаратын қорытындысы, адамның денесі екінші рет бұл вирусты қайта жұқтырмайды деген сияқты сонымен ұқсас бір сондай қорытындыны шығармақшы. Бірақ ол қайта жұқтырмайдының ықтималдығы да төмен болуы мүмкін. Өйткені кейбір адамдарда иммунитет қуаты төмен болса, ауруға қарсылық қабілеті төмен болған жағдайда қайта жұқтырып алуы мүмкін екінші рет жаңағы коронавирусты. Бұл сондай бір қорытынды. Жалпысы осындай бір анализдер жасалды, талдаулар жүргізілді. Сосын бұл ауруды нақтылы емделіп, жазылып болды деген өлшемге келетін болсақ, яғни больницадан шығуға болатын бір өлшемді айтатын болсақ, бұғанға дейін Қытай мамандарымен шетелдің медициналық мамандары жалпысы 3 күн температура болмау, денеде қызу болмау, одан кейін жаңағы томография сияқты тексеру қағаздарында өкпеге қатысты бөлініп шығатын сол заттардың сімірілуі әбден жақсарған болу керек. Одан кейін нуклеин қышқылының тексеруі теріс болу керек. Осы тұрғыдан айтқан, енді осыған 4-шін қоса кетті. Осы Қытайда жаңағындай аурулар жазылып емделіп шықты дегеннен кейін қайта бір пилос болып көрсеткеннен кейін 4-ші денесіндегі IgG деген жаңағы иммунитетке тік шаршабақ белок, яғни ол ұзақ уақытта қалыптасатын. Соны қоса тексеруді қосыпты осы түріне. Сондықтан біздегі тексеру нәтижелерде осы стандартта жүргізіледі деп ойлаймыз иншалла. Біздің айтайын дегеніміз осы мамандардың осы қорытындысында тұжырымына сай, бұл 2 ауру әрине жазылып шықсын деп тілейміз. Шынымен де жазылып кетсін, денесінде вирустың бір түйіршігі де қалмасын әрине. Дегенмен де осындай жағдайлар Қытайда өте көп көрілгеннен кейін біз қауіптенеміз сондай қауіптің болуынан. Егер де ол жаңағы сол тексеретін нуклеин қышқылын тексеретін сол аппараттың сезімталдығының төмен болып қалса, немесе жаңағындай тамағындағы сол бөлініп шығарған сұйықтықта вирустың мөлшері төмен болып, бұл өтірік бір минусты көрсеткен болса, денесінде вирустың жағдайын өтірік минус көрсеткен болса деген сияқты сондай бір себептерден бұл адам жазылып шықты деп қайтса, онда ол қауіп әлі бар деген сөз. Ал енді жаңағы қайтадан жаңсудың шірудағы сол ауру науқасқа тоқталатын болса, оны адамдар алдынан қарсы алған, енді қаншетқанмен сондай бір өлімнің аузынан қайтып келді. Ол вирус былайша айтқанда, ол адамның сол пациенттің жүрегінде үлкен бір уайым, үлкен бір қорқыныш тудырды, үрей салды. Енді адамдар әрине туған туысқаны, жақындары солай қарсы алып, оның көңіліне бір жұбаныш, қуаныш сыйлағысы келді. Оны түсіне көреді адамгершілік тұрғысынан. Дегенмен де кейін сол тұрғындар қайтадан оқшауланған, бүкіл сол подъезд оқшауланып, бүкіл сол микрорайон карантинге алынған. Сондықтан жаңағы 2 жазылып шыққан пациентімізге байланысты оны солай дағдылы бір салтанат түрде күтіп алудан сақтансын. Адамдар жиналып, туған туысқан дос-жарандар жиналып, оны дабыралы түрде күтіп алудан сақтану керек. Одан кейін үйге қайтып келгеннен кейін де 14 күн жалғасты карантинде болу керек. Жаңа туған туысқандар, жақындар өте жақын жанасып кетуден сақтану керек, бөлек тамақтану керек. Сонымен қатар қолы жуу сияқты маска тағу жұмыстарын жалғасты қадағалап, тыңғылықты атқару керек. Осы жақтарына мән беру керек. Одан кейін 2 аптадан кейін, әрі 4 аптадан кейін де жалғасты больницаға барып, сол вирусқа қатысты тексерулер жасатып отыру өте қажет болып табылады. Ағайын, осы ақпаратты біздің медицинаның мамандары, денсаулық сақтау министрі хабардар деп ойлаймыз. Осыған қатысты осы маңызды түйіндерді жаңағы ауру ғанадан жазылып шыққан сол 2 пациентке жеткізді деп ойлаймыз. Егер де жеткізілмеген болса, ары қарай осыны жеткізу өте маңызды бір шаруа болып табылады.
ағайын, тағы да қайталап айтамыз, адам көп жерге жиналмаңыздар, адам көп жерге әлеуметтік ортаға жұмысыңыз болмаса бармаңыздар, сыртқа шығуға міндетті болса маска тағып, бетперде тағып шығыңыздар, қолды жиі жууды мүлдем қадағалау керек. Осы түйінді, осы маңызды түйіндерге өте сақ болыңыздар, назарға алыңыздар. Бүгінгі айтарымыз осы. Алла тағала елімізді осы індеттен, осы аурудан өзі аман есен алып шықсын. Әрдайым дұғада болайық. Одан кейін сақтық шараларын мұқиятты, тыңғылықты атқарайық ағайын. Қамданған қапы қалмайды. Ағайын, ауырмаңыздар. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.